9 сынып геометрия пәнінің 348 есебінде сырттай сызылған шеңбердің радиусы берілген. Біріншісінде 2 сантиметрге тең, әсінде 4 сантиметрге тең. Бірінші асын қарастыратын болсақ, 9, яғни дұрыс 9 бұрыштың ауданын анықтау қажет. 0,1 сантиметрге дейін дөңгелектеуіміз қажет. Алдымен дұрыс көпбұрыштың ауданын анықтау үшін біз формуланы қолданамыз. Бізде осы формула арқылы дұрыс көпбұрыштың ауданын анықтауға болады. N деп отырғанымыз қабырғаларының саны. Осы формулаға қойсақ, есебіміз оңай шығады. S9 2-ден 1 R квадрат 2-нің квадраты көбейтілген 9 синус 9-дан 360 градус. 2-ден 1 көбейтілген 4 9 синус 360 градусты 9-ға бөлетін болсақ 40 градус синус 4 пен 2-ні қысқартамыз. 2 мен 9 көбейтеміз 18. Әсін дәл осылай формулаға қоямыз. S10 тең 2-ден 1 көбейтілген 16 көбейтілген 10 синус 10-нан 360 градус. 2 мен 10-ды қысқартсақ 5, 16-ны 5-ке көбейтетін болсақ 80 көбейтілген синус 360-ды 10-ға бөлсек 36 градус. 80-ді жазамыз сол күйінше. Синус 36 градустың жуық мәні 0,1588-ге тең. Екеуінің көбейтіндісі жуық шамамен 47-ге тең.